Bismillah bizge berse ayqayağa serpin Allah söyleyin aynumaydın sertim barda assalamu aleykum mağayındar alakan soğu vəzir yerkimde alma Xitaydan camiğa kız kelgen gezde onu men kim aytsın men turganda Arzaqdan bir axın kız keldi eken dep Mayıs ardın canı men jel turganda Cüz batır әkelсең de şeginmeymin Şerkeş beriş adayda el turganda ayqayağa Camiğa aman mısın surapıl kız Altay'dın arzağında turatın kız Pekin'nin tapsırmasını algan canday Kazakistan akındarın kıratın kız Özüngmen men Xitayda aytısım em Bizge burundan tanыс bul akın kız Özgeler korkunuşpen karagan men Biz onu yemevrinden ugatınbız Dodaga belim beken buatın kız Ustaskan karşılasın çıgatın kız Ata jurtqa altı ret köş desең de Cungodan köşpeymin dep çıgatın kız Kızıl tuğdu görgende kızaraqtap Köp bayraktı koltukka tıgatın kız Jürögi kazağım dep sokkan menen Büyrögi Xitaylarga buratın kız ayqayağa Kaldırsın däl bugünkü sezim belge Xudayım boyumuzga tözüm berdi Camiğa men eki ret aytalmaymin Sonduktan jakсы tыңda sözümden de 5 yıl burun Astanaga kelgeningde Janыңda 4-5 Xitay äzirlendi Sol aytыста baş jülde alıp ediň Oramdy oy aytkan soň özüň doňda Sol кезде Xitay çıkıp sakınaga Külgende et jüregim ezilgende Olar biz jеңip kettik dep kuandı Sebebi kollarında közür boldu Azatlıkты algan günü alaşımның Xitayдың kuanganın közüm gördü Camiğa sonduktan da köp oylanbay Es barda elingdi tap özüңden de Babanның ruhu kalgan jerge gelip Ruhani жаңғыратın кезin geldi ayqayağa Şoşunma jurtum şoşunma Kızga tilim tигенден Camiğa degen kız emes tartısудан именген Men Xitayga barganda 10 gün aytыс bolganda minezin äbden igергem Bugan jany aşıgan akınның bäri tüyrölgen Kuşagын açkan jigitler jagasынан süyrölgen Kabağına karagan tabanına tüyrölgen Katты aytmasan kanı suuk killerden Men de bugan үйrөнгөн buldamagan Үйрөнгөн ay Ал reket şabıtыңız baskaşa ma Jarar bugün ümütüңді ақтаса da Жүз ақын келсе дағы қаймықпайтын Жөн шығар тізгінім бұл тартпаса да Адай беріш жайдаған елге келдім Жарайды ақын қалай мақтаса да Мен де бүгін қорқайын деп тұрғам жоқ Ринаттан жүзі кеп қаптаса да уайын Ау сағындым сахарамды күн қақтаған Құдыретің бар мені құндақтаған Жұртының жылылығын жүрегі қып ұлтының ұлылығын ұлжаттаған Абыздарға толғатып ана тарих ғасырлардың құрсағы құржатпаған Жұлдыздардың отойнап жанарында гүл қыздардың өкісі бұлғақтаған Анасының ақ сүтін бұлғатпаған Бабасының айбынын ұрлатпаған Ендігі бар тіс жайып түн қатпаған Ерлігі бар еркесін құлданпаған Күлді Қазақстанның қазақтары Күлтегіннің тасындай қымбатпағандай Ау болыпсыз бұрынғыдан тек қырағы Аяғы
қайда апарып соқтырады. Айтарыңды айтып қал деп отыр ғой, әуселеңді көрем деп соқтығады. Баяғыда Астанада бас тартып ең, ол хабардан хабардар көп құлағы. Ақындардың бәрімен айтсем деп жай кезде айтқанынан бет бұрады. Жұқтағанда шықпайтын Ринатқа Жәмиға сұрап жүріп чек бұрады. Ізденіп тұратығын тентектермен іздеп жүріп айтысқым кеп тұрады ой. Ау өзіңізді жүрушем нарға балап, қайтейін сөйледің ау алдан ұрғап. Керек кезек аяққа тұсау салып, бұлардың отырған ай жарға қамап. Қайтесің отты итеріп оққа ұстап, өзі қамын ойлайды әр қағанат. Екі жақта ел мен жұрт аман болсын, қарашықтан түспесін қан домалап. Екі ауыз жылы сөзбен ел жүретіп, қайтейін мұндақ елді алдамалап. Әркімнің туған жері Мысыр шәрі, жақ түскенше жырлармын жарнамалап. Қамап баққан қасқырдың күшігі де ұлайтынын ұмытпа, тауға қарап Ау арнал өзен ай сайын тасынбайды, бұлардағы уақсыз шақырмайды. Аңыз қылып айтады күллі қазақ, Ринат деген осы ақын жайды. Қағалы тарландарды артқа тастап, тат бермеге келгенде тақымдайды. Қайсы қасына қайсы шешен келсе дағы, басынан бір ауыз сөз асырмайды. Шадыр аяқ алатын қос жанары чәргездеу екендігін жасырмайды. Кісі көрсе кірпідей жиырылып, жай түсіріп жіберердей шатырлайды. Сүбіханалла су бүркіп тоқтатайын, әйтпесе жақсы айтысқа жатылмайды. Себебі жиырылған кірпіні де суға малып алмасаң ашылмайды ғой. Ау бастадық аламанды ал бәйгі деп, тұрғанда топтан озған таңдайды кеп. Ыреке жақсы жатып демалдың ба, тағылықтап қалмасын деп сарғайды көп. Кеш айтыста бастарды ақындарды таныстырды, осылар сайрайды деп. Ринат деп шақырып ет жоқ болдыңыз, саханада салдық біз ойбайды кеп. Жатақта жатыр деген хабар келді, түскешегім ұйқысы қанбайды деп. Өзіңізді мына ел сағыныпты, сенбеді, әй мыналар алдайды деп. Көпшілікті тостырып ұйықтап жатсаң, көңілінде қалмайма сәл қайғы боп. Ерден түсіп көрмеген елге келіп, ұйқыңды қимайтындай қандай құрмет ай. Жәмиға бір түрлекен тақпағында, дәлелдер аздау екен ақпарында. Ол рас, мен өзі көп ұйықтаушы едім. Сен менің соныма кек сақтадың ба? Мен өзім бір ұйықтасам естімеймін. Айтыс бар деп телефон соққанында, дүрсілдетіп есікті қаққанында. Батырлар қатты ұйықтайды дейді қазақ. Сол жаққа ұйқымменен тартқаным ба? Ринатты ерте оятқың келсе керде, қасыма өзің келіп жатпадың ба? Ол айтыс бабам берген ол өнердей, ол өнерге халық бақ тілегендей. Сөзімді көшіп кел деп бастап едім, ол айтқаным айдалаға түнегендей. Әркімге туған жері Мысыр ғой деп, найзасын Жәмиға қыстырегендей. Отаныңды шын сүйсең оралғайсың, бақ қуатты өмірді сүрер елдей. Мен негізі қазақтың қызымын деп, қат тауға қарап күн сайын жүре бермей айқаяға. Мен саған не қылайын әзілімді, күлдірсем көбейтемін әжіміңді. Маған бірақ шетелдегі қазақ қымбат, талып елді болмаса да нәзігінді.
менің де атам көшіп келген бұрындары ата жұртқа қалған деп қазығымды оларға квотада берілген жоқ, сонда да олар көшемде белірген жоқ. Маған қашан ата жұрт не береді деп үкіметтің чүйкесін кемірген жоқ. Бір ауыз орыс тілін білмесе де тәуелсіздік жоқ болса да шегінген жоқ. Өйткені олар қазақты асқақ көрген, сөйтіп олар сағынышын растап берген. Ан отырған Несіпбек ағаңыз да бір көшті бергі бетке бастап келген. Кешегі Зайып деген менің атам Алашымның арманын қостап келген. Бабасының моласын былай қойып, тірі қатын баласын тастап келген. Айқай ағау! Сондықтан сен несіне алаңдайсың, шын айтсаң жұрт қоныңды хабарлайсың. Қанша жерден Қытай жақсы дегенменен сен ешқашан Қытай қызы бола алмайсың. Мысалы сен ол жақта дәл осылай апта сайын айқайға сала алмайсың. Әлемде жет айналып келсең дағы ата жұрттан асыл жер таба алмайсың. Айқай ағау! Ал енді кезек берсем заулайсың ба? Жұртыңа жақсы өлең арнайсың ба? Мен саған Алматы мен Астананы уәде етпеймін. Шыдайтын жан екенсің қандайсыңға. Алыстан арбалама дейді қазақ. Сен менің ұсынысымды талғайсың ба? Алысқа кетемін деп не қыласың? Бүгін ақ Атырауда қалмайсың ба? Айқай ағау! Ау айтыс енді тиісті басталуға. Жебеңді жеңішіне сақтадың ба? Біреудің келіншегін қойныңа шақырып ел алдында қақсадың ба? Бір-екі елдің қойнын аңсап келгем, келеді Алаш үмітін ақтағында. Атақты кіші жүздер алдыңда отыр мақтауға, татитында мақтануға. Ұшақпен кеп мұрттай ұшқан сенде емес, мына ел ғұмыр кешкен ат жалында. Көш үстінде босанған аналарын далда етіп түйенің қапталында. Атырау мен Арқаның арасына шалдықпайтын атпенен шапқанында. Қылыш жүзі қыз ішінде күзетті өткен Исатай Махамбеттің шақтарында. Түсіңе кірмеді ме сол кісілер, түске дейін тұра алмай жатқаныңда ой. Ал Ринат екенеге түйдесімен, біздерге де ыстықсың сен осымен. Ол рас арғы бетте апаң жатыр, көкірегіңде бар екен көнесінем. Арқаға таң кеткенде іште қалған апайыңды көзіңдей көретінем. Сол кісілерді біздің ел мәпеледі, бағып ет құс ұшырмай төбесінен. Ринатты Чинжаңда қарсап алған нағашысы жиені бөлесімен. Аттанар да жептәуір, боздап едің айрылған Ақботадай енесінен. Әжеңді еміреніп еңкілдеді, жүрегі жұлынғандай денесінен. Ұмытып татқан дәмді көрген сыйды, түріңнен айналайын төресімен. Арғы бетті даттайтын не жөнің бар, азамат деп ойлау шемөресіген. Қиын күнде әжеңе қорған болған, жағдай кеткені жоқ елесінен. Бұл Ринат анасын аттап өтіп, арғы бетті даттайды не бетімен ай. Ау Ринат, сен шешеңсің, сен данасың. Қазақтың қамын жеген бел баласың. Кемедей қайықтарды қалтылдатып, айтыстың айдынында сен жарасың. Ағайын Ринатты білесіздер, өзінің айтуынша төрдегі ақын. Ақиқаттың жолында басым беріп, аңызда талай рет өлген ақын. Өте шешем болған соң саханадан өте көп шеттетуді көрген ақын. Нұрекеңнің өзіне ақыл айтып, биліктің дүзеп жүрген жең жағасын. Әкімдерді аузыңмен ауыстырып, халықтың чертіп жүрген черін аласын. Ашылғанын анықтап, сатылғанын өзің тұрақтандырасың жер бағасын. Биліктің менен айтып, биіктейсің, теңгенің құнын айтып, тең қаласың. Батыр ақын Ринат не дейді деп атыңды естіп арнай келді Алашың. Алаштың арыстары атылыпты, қазақтың қорғап жүріп кең даласын. Сіз енді бейбіт күннің батырысыз, қаһарман деп берген ғой ел бағасын. Атылғандар
алғандар алмаған баратақты тіріде еншілеген сен ғанасың ай. Жайың бар деп ойлап ем таптайтындай, түрің суық жансың ау шақпайтындай. Қарағым қаттайтты деп айып етпе, не бар еді Қытайды мақтайтындай. Ол Қытай көптігіне сеніп отыр, осы жаққа жетем деп желіп отыр. Жер үстінің қазағын дірілдеп, жер астының байлығын көріп отыр. Ертеңгіз осы жақты басамыз деп жерімізді сыртымыздан бөліп отыр. Сондықтан мен оларға кектенемін. Саудаға салынбайды бетпеделім. Мен саған көшіп кел деп айтып жатсам, туған жерде жөн болар көктегенім. Қытайды жамандасаң кінәлама, ол әлсіз қазағыма ептегенім. Мен өз басым қазақты аңдитұғын, әрбір ұлттың барлығын жек көремін. Айқаяқа әр нәрсені айтасың ақылмандай, оғыңыз айдалаға атылғандай. Келесің бе кемейсің бе соны айтсаңшы, нақтылап сұрайыншы батырғандай. Әйтпесе не я демейсің, жоқ демейсің. Адамсың ба итсің бе деп отырғандай. Жұрт сені айтысқа емес ринатқа бірдеңе айтып бер деп шақырғандай. Бізге келсең биікпен жүргіземіз, апта сайын бір көлік мінгіземіз. Айтыстың бар жүлдесін саған беріп, қазақтың кең жүрегін білгіземіз. Айналаңда миллиард адам болмаса да миллионмен бақытты өмір сүргіземіз. Ешқашан көңіліңді жасқамаймыз, ешқашан сезіміңді ластамаймыз. Алыстан ата жұрт деп келген қызға өзің айтшы біз қалай пәс қараймыз. Өйткені біз қазақтар әуел бастан жақсылардың жүрегін жасқамаймыз. Қарыдай шашып тастап жатса дағы бауырларды ешқашан тастамаймыз. Қашанда жүгінеді ақын арға, сөйлейтін берген оған қақын алла. Көріне батыр елдің келгеннен соң уақыт жоқ бос әңгіме сапырарға. Кешегі Махамбеттің даласы бұл адаспай жететұғын датығанға. Күйлері Құрманғазы ойналғанда жаныңды ырақатқа батырар ма? Киімінің де авторы осы аймақтан шырқалған жүрек дейтін сақынаңда. Құдай берген мұнайым нарығымды кризиске кіргізбей бақылауда. Ақ балық қызыл балыға уылдырып жайықтан жарты әлемге қатынауда. 90 сөздің түйінін қояр болсам шаһарымның айналсын атұранға. Жарқылдайтын айымыным астанамда, сарқылмайтын байлығым атырауда. Айқаяқа батыр елім осында, ешкімге намыс бермеген, күйлері көңіл бермеген, жырлары жүректі кернеген. Батырда халқым осында, дұшпанға қылышын сермеген, жерімді де жатқа бермеген, алаңға шығып ай ерлеген. Өздерінде ел барда, әрқашан батырмын мен деген, жем болмасынды білемін мен. Ал сұғынған түкпіріңнен сұғынғанып, жуан сөзді болып ең жұмырланып. Әрине
Сен жақсы дейтін пенде бар ма? Айтайын өзің жайлы ұғымданып. Осы елің сыйлады еркелетті, шындықтың жайлады деп шыңым барып. Атақ демес кезіңде атақ дедің, шын сөзді айтушы едің шырылғағып. Шындықтың да қадырын қатты жойдың, бертін келе мақтана буындалып. Мысалы Құдай берген Димашты да 40 саққа жүгірттің қызуланып. Белім бұлар ініңнің бетін қағып, жылы сөз қимап едің жылымданып. Сол Димаш осы елдің баласы еді, дүниеге танылған қадырдарып. Баласы бабасына тартқанын соң әлемнен жүлде әкелді бұзып жарып. Жолын өзің бөгеген баласының жолына қарап отыр бүгін халық. Не десең де Димаштың халқы осы, тұлға боп сөйлесең де тұғырланып. Аталарды мақтадың ауыз жаппай, тыңнан түрен салғандай тілің барып. Баласын басқа ұрып жасытып ең, бабасын мақтай қалдың бүгін нағыбай. Ал бір елге үлгі қалар бір кешінен, ақынем ойға жомарт тіл кешілен. Қанды да қараны да қарғап көрдің, ринат өтіп еді кім кесілең. Ақиқат деп ас үйдің сөзін айтып, шындықты танымайсың шын бекіген. Ал бекерде сөйлейсің батыр болып, биіктеп кетпейсің ғой мүлдосымен. Өспейтін ұл өнбейтін дауды қуар деген мақал кеткен ау мүлдесінен. Бірліктің сөзін айтар деп жүргенде бір елдің ағасымен күндесімен. Отауын басқара алмай жүретіндер отанның алысады мінбесімен. Қай күніңде танып ап топқа салған, топқа салып өзіндік орын берген жүр көшінен. Жүкөңніңде жүгірдің жағасына, айтыстың көрінбесең мінбесінен. Өз ағасын ағалай алмай жүріп, ринат қайда бармақ бұл бетімен. Кісі көрсе кейліккен сен айтты деп, жәмиға құлдырамас құрметінен. Көрдіш қандай күн кешіп не қыласың, көрінгеннің қазып іргесінен бай. Суланып жылтырадау беттеріңіз, болмайық айтқаныңа өкпелі біз. Димашқа дүзел десек өз бауырымыз, сіз неге ағалықты шектедіңіз? Жүрсінменен айтыссақ айып емес, ол біздің көргеніміз, өпкеніміз. Бізде ешқашан қылмыс боп саналмайды, құл түгіл төрені де сөккеніміз. Ханға да тайсалмастан тура сөйлер, Бұхар мен Махамбеттей өткеніміз. Бізге қатты айтады ақындар деп, ешқашан ренжімейді бектеріміз. Адеуге аузын ашуға жасқанатын қысық көз қытайлар ғой деп бедіңіз. Жәмиға жан, жәмиға қыз, шетелде қазақтардың бәрі жалғыз. Сендер бізді орыстанды десеңдер де, туысым деп біз сендерді сағынармыз, сағынармыз. Азығыңды тапқан жерде мақтай бермей, қазығыңды осы жерге қағып алғыз, қағып алғыз. Ата-жұртың арсыздармен күресуде, көз алартқан көршісімен тіресуде. Қытайға да берілмейтін орысқа да байтақ жер бар қазақтың үлесінде. Жәмиға жан, сен соны білесің бе, білесің бе? Бұрын
нәзік едің, ұяң едің, өзгеріп кетіпті ғой киядебің. Бір басыңа сарай салып бермесекті, қазағыңның даласына сияр еді. Өзің келсең ноғайыпқа жалынсамдай, Атыраудан бір пәтерді қияр едім, қияр едім. Осы елдің айналдың ал данасына, салмақты сөз құяйын санасына, ханға да екіленбей дәт айтам дейді. Батыр боп көріндің ау алашыңа, Димашқа да ұрысқаның тегін екен, қалсаң да алталаштың табасына. Батырлығың бір бөлек, ақындығың ірекең түссе екен сабасына. Батыр болған дегенің жөнесі деп, ағасының жүгірмес жағасына руай. Ау ақынем таңы нұрлы кеші жарық, сөйлейін қара сөзден қаты қалып. Басқа емес басыңнан бастағайсың, ринат болсаң егер батыр алып. Үйдей пәле жабасың басшыларға, үйіңде су бүркесің жатып алып. Айтқаның бар жоқ екен атқарғаның, айтысыңды неше жыл бақыладық. Шеттегі чендестерді қанағанша, өзіңдегі ченегенше өзіңдегі мерейді асыралық. Петропавл, Павлодар деген жерге сырттағы елдің көші жатырағып. Ала-құла атына тіл келмейді, орысшан онша неге асырадық. Сол жер атын естіп онсыз да қашады екен, орысшадан боп жүрген запы халық. Мықты болсаң сол жердің атын өзгерт, ринат болсаң егер батыр анық. Әйтпесе қазағымның өз жері ғой, қорғаған бабалардың басы қалып. Мысалы Павлорда деген жерде Мәскүр Жүсіп бабаңдай жатыр алып. Көкірегіңді көр жерге кере бермей, мұндайда сөйлесеңші ақыл алып. Павлодарға демей-ақ қандастарды Жүсіптің қаласына шақыралық. Шыны менен ұлт жәнді аз жігіт болсаң, кездігіңнің болмасын басы жарық. Есімі бодандағы Павлордаға Жүсіптің бермейсің бе атына құлай. Ал бүйретпей бүркіттей бұйра жалдан бұғын алған, тілімнің бабы келіп суығанған. Қасылмай қызыл тілді идірейін, қысырдың қымызындай буын алған. Ерманып ел рухын қорғап еді, тері теспей қан ішкен құнылардан. Еуропа төрінде той жасаған, жүгіңдір жүрегінде түгі бар жан. Парижде бір айтысты жасадыңыз, кешегі әміренің үні қалған. Мәскеуде айтыс үшін майдан аштың, тарихтың талай-талай құны қалған. Жамбылдар жайнамазға маңдай беріп, Сталиннің жолына тұрып алған. Елбасы екіленбей дәтін айтып, айтыстың ақордасын тігіп алған. Абайдың ескерткіші Пекинде тұр, ұлттық рухымыздың шыңы болған. Сол өңірге айтысты шақырамын, тұтас өнеріміздің туы болған. Бұл өнерге құшағын айқара шат, бұл Абайды сыйдырған, ұлы қорған ай. Ойыңды сенен айтқан батыр көрем. Батыр байту керек, батыр деген. Павлодар жайында сөз қозғасаң, жауап қылып айтайын, татым көлерің. Бұйыртса біраз жылда ол қалаға Нұрсұлтан Назарбаев атын береді. Ал сөзіңменен іргеміз толықтанар, ірекең аялдамай желіп барар. Елбасының атында бұрыштадың, алталаш бұл сөзіңе сеніп қалар. Павлордаға Нұрекеңнің атын беріп болған кезде, Жәмиғаның да бір жөні толықпалар. Жақсы, Амар, қазіргі бардыңда. Қазір, Ринат Зайытов сөзді бастаған. Ринат Зайытов. Asırında olsun. Kuşon, Allah'ını doğuz. Camiye devlet kızı.
bir to'ng'iz qovurudan qali yo'lda. Ne narsa qo'lim to'lmay qolsa. Borja bo'lsa. Assalomu alaykum ағайын. Бір ауыз айтайын, қайсыға айтайын. Ең әуелі Зайыт тойына әлдеқайда басым болды артының екіншіден, мына айтыс деген толғау айту, дастан айту емес, елім жерімді беріп емес. Кәмеға басқаларға елдің жағына жығылып, елді қарсыласына айдап салып отыр қайта. Үшіншіден, Зайыт тойына айналайын деп алақанға салып, пышағын жайып, елге келді болса, қарсыласы айтпаған сөзді айтты деп, сен неге елді жамандап, анаңды ақтап өттің деп. Одан кейін, ана Зайыт қарсыласына зияның тимесін деп айтыстағы. Қытайдың саясатын бұлай сипап айтып отыр. Ол болса оны түсінбейді, қаланың атын өздері үйтіп сырттан келіп сипап. Одан кейін бүге көңілімізге келмес, мынау ылғи қалқанға қайшы жасаймыз, Қырғызстан Қытайдан. Осылай алқанға салып бас жүлде берісті, еліне барғасын айтпайтын сөз жоқ, Қазақстанның атында ұстаға тоқпа, дайынға бар, қайонға бар. Сол үшін. Açtı formunda. Biz de buradan alışın. 20 minut var.